Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай іші толығымен пісетін, оңай дайындалатын әрі дәмді влажный пирогтың рецебімен бөлісемін. Менің каналымда осы пирогтың рецебімен қатар көптеген қарапайым заттармен жасалатын, өте жеңіл жасалатын, өте дәмді көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант салып, қант ерігенше, толығымен біріккенше араластырамыз. Қант ерігенше венчиктің көмегімен араластырып, қант ерігеннен кейін оның үстіне сұйық май және аздаған сүт қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Алдын ала електен өткен ұнға 1 шай қасық разрыхлитель салып, оны да араластырып, осы жұмыртқалы массамыздың үстіне шетінен аз-аздан сала отырып араластырамыз. Пирогтың толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде толық жазылған. Түйіршік қалмайтындай етіп біркелкі болғанша араластырып, массамыз толығымен араласқаннан кейін осындай қоюлықтағы айран тәрізді масса шығуы тиіс. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогты пешке салғаннан кейінгі ең алғашқы жарты сағат уақыт аралығында мүлде пештің аузын ашпаймыз. Пісіп шыққан дайын пирогтың бетіне мен бал жағып, оның үстіне ұсатылған арахис сеуіп шықтым. Пирогтың бетіне өз қалауыңыз бойынша шоколад құюға немесе кез келген дәндерді салуға болады. Пирог жақсы көтеріліп, толығымен пісу үшін барлық заттар бөлме температурасында болуы қажет. Менде форманың диаметрі 20 см. Егер де пирогтың биік болғанын қаласаңыз, форманың диаметрін кішірейтуге болады.